Ассалаумағалейкум, қалайсыздар көкбұлақ арнасының көрермендері. Бүгін 25 мамыр кешкі сағат 8:30. Ауа райы өте керемет болып тұр. Бүгін түнекке шығып жатыр қоймен. Қойды түнетіп, бүгін бірінші күн бастап жатырмыз. Былтыр 31 мамыр күні шыққан екенбіз, бүгін биыл 25 мамырда шығып жатырық. Жылдағыдан бір аптадайға ерте шықтық. Оған себеп мына қойлар деген өткен жыл сәуір айының аяқтарында, мамырдың бас жақтарына дейін жақсы көтеріліп келе жатқан күйлері. Одан тұрып қалды бір орында. Тұрып қалуының себебі қой деген мамыр айының басынан бастап құрттады. Өріске бір 8-9-ларда шығып жүрді ғой. Кейде 10-да қой құрттаған дейтін 2 сағат, 3 сағат уақыт кетіп қалады. Сөйтіп күйі түсіп жатты, семірмей жатты. Сосын осылай алып түнекке шығарып тастадық. Қойды күнәра құрттап тұрмыз қазір. Құрт өткендегіден сәл сейілді, басылды. Бірақ әлде де құрттап жүрген қойлар өте көп. Бірақ дегенмен басылды, қайтты кішкене. Бұлар енді бұйыртса күн арасынан құдыққа бара жатқан кезде, өрістен ауылға қайтқан кезде ауылға қамап құрттайтын боламыз. Бұлар 10-11-лерде суға барады. Таңертеңгі 5-терде өріп кететін болады, 5-5:30. Күн шықпай. Күн бізде 6-ға жақын шығады. Қойлар рахаттанып, жалпы осы түнектен малдың жайылуы қанады ғой. Малдың жайылуы қанады. Таңертең 5-те өріп кетеді, 10-11-де суға барады. Содан 4-ке дейін, 5-ке дейін күн салқын болса 3-терге дейін жатып қайтадан өреді. Өріп қайтадан осы өрісіне келіп қараңғы түскенше жайылады қойлар деген. Мына жерде мына бұрынғы жұрт қой. Вагонды былтырғы тұрған жеріне қойдық қайтадан. Былтыр егміш бастаған жерімізге. Бұны бұйырса жер шаңытып кетіп жатса бір 20 күн, 25 күн дегенде ауыстырып тұрамыз. Орнын ауыстырғанда бір 300-400 метрге, 200 метр жерге ғана ауыстырып қоямыз бұйырса. Мына жерде саңырауқұлақ көп екен былтырғы жұрт. Бірақ соғып қалған. Көп мына жерде толып жатыр. Мынаның бәрі бұтар саңырауқұлақ. Бүгін таңертеңнен кешке дейін қара көлеңке болып тұрды күн. Аспан бұлтты болып. Кешке қарата бұлттар қалды, бірақ жаңбыр жауған жоқ. Ақтау қаласында бүгін жаңбыр болыпты. Өте жақсы болыпты. Қойлар қазір мына жерде жатқанмен қараңғы түссе мына вагондарды жақындатып тастаймыз. Негізінде өздері келеді, келмесе жақындатып тастаймыз. Келмесе жақындатып тастаймыз. Жер деген не осындай, мына былтырғы жұрттың үсті. Боз қалың қойлар деген боздың арасынан көрінбей бір-бірін таба алмай қалады. Лақтар секіріп бой аласа боласын. Мынау ауылдан бір 4-4,5 шақырымдай жер. Ауыл мына тұста. Мынау ауылдың құбыла беті. Былай қарата боз еркек азаңдау ақшөбі. Ауыл жақта боз қалың. Мына қойдың ар жағындағы жап-жасыл отқан осы боз. Боз қалың болғасын. Боз қалың жерге қой жаюда қиындау. Бытырап кетеді, бір-бірін таба алмай жан-жаққа. Мына қойлар деген жалпы таңертең бүгін қорадан жай шықты, 9:30-да құрттап шығарып жүріп түгел құрттап. Содан жатпастан жайылып келе жатыр ғой. Мана бір 2 мен 3-тің арасында түс қайта аздап жатқандай болды. Содан жайылса. Мына жағы жатып қалыпты.
өр жақтарда жатыр. Өткенде бір кісі бір видеода келесіде түнекке шығамыз деп айтқан болатын. Сол видеоның астына жайлау ма деп жазып жіберіпті. Жоқ, жайлау емес, бұл түнек, қой түнету. Бұрынғы кісілер негізі түнеткенде қойды атпен баққан ғой. Енді ол кезде вагон жоқ, көлік жоқ, көлік ат. Қойды жайып келіп, қойдың жатқан жеріне жатады екен. Жаңа қойшы жатқан жеріне жатады. Көпшігін жастан тоқымын астына төсеп деген сияқты. Қазір енді біздер вагонмен жайлау деп, біздің негізінде қазіргі отырған жеріміз қазір қыстау болып кетті. Сол негізінде жайлау, кәдімгі үйдегі қора. Ал қыстауымыз таудың астында. Сол негізі қыстауда, мына қазіргі отырған қыстауымыз негізінде жайлау. Қораға қамалмай осылай жатады енді таңертеңге дейін. Қазір түн қысқа ғой, 5-6 сағат қараңғы, қайтып таң атып кетеді. Қойлар емін еркін әрқайын жатады ғой. Қораның іші де қиы қалыңдап кетті қыстайға. Асты болады, бір жағынан кенесі көп болады күбірдің. Күбір деп қойдың құмалағының жұмсағын айтты ғой, қатпаған. Қатып қалғаннан кейін қиы болып кетеді. Қиды отқа жағады, оны білесіздер. Өткенде бір видео күбір десем, күбір деген не зат деп жазып жіберіпті. Күбір деген сол қойдың құмалағы ғой, езілген, ұшып жатады ғой, борап. Құм құсап, сол күбір деп атайды соны біздің жақта. Қатып қалған нығыздалып қи дейді. Осылай жатады. Бұлар тойған ғой, таңертеңнен бері жаңа айттым ғой, 1 сағаттай жатты. Қалған уақыттың бәріне жайылып жүрді. Бүгін ай жарық болу керек, бұйырса аспан бұлт басып кетпесе. 5-6 күннен бері екен, қателеспесем ай жарық болып тұр. Түнде дала жап-жарық. Қазірде ай туыпты. Бұл ай деген меніңше бір таңға жақын, таңға дейін жарық болып танып тұр ғой. Жалпы жаз дейтін жылдан жылға кешігіп жай шығып жатыр ғой. Биыл да күн ысыған жоқ әлі. 30-31 градустан әлі асқан жоқ. Әлі асқан жоқ. Күн салқын болып тұр. Салқын болған жақсы енді малға. Күндіз жалпы осы 5-6 күннен бері 27-28 градустың айналасында тұр. Түнде 18-19 градус. Түн жобасында. Жалпы қой түнетін жүргенімізге бір 20 шақты жылдай болды ғой. Бірінші түнекке шыққан күні, осы жаздың көктемнің аяғына қарата. Қойлардың бәрі ауылға қарай, өріске жатпайтын ауылға қарай тартып. Бүгін мыналар бірінші рет байқап тұр, мынандай жатып қалғандарын. Осыдан енді осылай қазан айының бір 5-10-дарына дейін түнетеміз, күзге дейін. Сосын ауылға қайтып қораға қамалатын болады. Түнектің бір жақсы жері, баққан адамға жеңіл, оңай. Осыдан өріс суға барады, суда жатады құдық басында. Құдықтан өріп, осы жер өріс ғой. Осы жерге қайтадан келеді. Ал үйден шығарсаңыз кешігіп шығады. Біріншіден 8-9-да. Күн бізде 6-ға жақын шығады ғой. 8-9-ларда шығады қорадан. Сосын ол 2-3 сағат жайылып суға апару керек болады. Суға апарғаннан кейін 1-2 сағат жатқан қайтадан өріске кетеді. Өрістен қайтадан кешке ауылға қайтару керек болады. Мына жерде тек бір бағыт, суға барады, кейін қайтады. Түнекте. Қойлар, қозылар барлығы жатыр. Тек азғантай бірен саран ешкі, қойлар жайылып жүр.
мынау бүгін келесі күн 26 мамыр бүгін сағат түс қайта 4-тен кеткен уақыт. Отырғандағы жылқылар қойлар түнде таңда түнектен 5:30-да өрді, содан 11-ден кете суға барды. Жаңа осы 3:30-да өрді, содан және кетіп бара жатыр. Қазір мінекке қайтады. Көрінбей тұр. Қайтадан осылай түнекет. Таңертеңнен түсірем деген қойдың өріп атқан уақытында. Бірақ күн деген айқай жел басылмай тұр, содан таңертеңнен бері қарай жел. Мына өткенде наурыз айының аяғында, сәуірдің басында ауыстырған айғыр Тортөбел дейтін үйір. Сол тұрамда тұр екен, соны түгендеп жүрейін деп. Жырта тұрған Антон, онда қазір санаймыз бұйырса. Онда қазір санайтын боламыз бұйырса. Қолында түгел екен ірісі. Ірісі кем болып қалма біреу. Ірісі де түгел екен. Айғырын ояла сол. Отырған айғыр. Бұл да жақсы алып кетті үйірді, үйреніп кетті. Бұған саламыз деп қойған айғыр әлі қорада тұр. Бұдан шығарған айғыр. Аққұйрықтың үйіріне саламыз деген, ол қорада тұр әлі. Оны енді бұйыртса қосамыз. Мынау Антон кетіп қалды. Жаңа Антон деген мен өнеркіп қашып құдыққа дейін жоғып келді. Мен де артынан еріп келдім, енді болса санап суарып жіберейін деп. Бірақ мұны таңертең су ішкен жылқы сияқты бақтырлайын деп жатыр едім. Бақтырлайын деп келе жатырған сияқты. Арғы тұрған Аман Есеннің ері. Оның ар жағында біздің былтыр қайырған қысырақтар қара айғыр. Асқар қара деген. Мынан енді санайын сен тағы домаланып қалды мынандай болып. Мынау Аман Есеннің жаңадан салған айғыр. Шаптан айғыр. Мен санай алмай тұрмын, домаланып айналып өтейсің. Антон дейтін айғыр. Жүгір жетші әлесі. Антонға жалып бие ала қоймайды. Бие алмайды ол. Төгіліскен жылқы жаңа биеге. Жаңа Асқар қара деген бар. Не де болса біреуін шығарып жіберейін. Әйтпесе шақырылай берейін деп. Мына Аман Есеннің де 4 Дауысың шел болып естілмейтін жер. Ірісі түгел екен. Антон санап келе жатыр. Ар жағында қысқа қазанда өткізіп санап жүруге болады.
қысырақ түгел екен. Ішінде 2 құлыны бар. 2 құнажым байтал, қалғандар тайып айтал еді. Сол 2 құнажым байтал екеуі де туыпты. Қазір өнежін шықты ғой. Былтыр айырған кезде екеуі де құнажым байтал еді. Ішінде 2 құлыны бар. Қазір түгел сұрады. Бұлар жаңағы Антон деген әлі жаңатқан жоқ. Қазір бұйырса соған санаймыз. Тұрады жар өшеге шығындап. Мына жақта айғыр төгіле жатыр. Қашып кетті. Антонның қолын түгелдіктің қазір бәрісін санап жүреміз. Үсте түгел екен. Жалпы жылқылардың күйлері жақсы. Осыдан 3-4 күн бұрын 2 тайды етке тапсырып жібергенбіз. Екеуі де қысыр еміп жүрген тай еді. Сол екеуі де шынашақ қазымен шықты. Жалпы біздің жерде тайлар қағыз бермейді. Жемдемесе бозақламаса. Бірақ осы жолы күйлі шықты. Қысыр емген деген енелері қолын жоқ болып кеткен, қолын өтіріп кеткен бейлер. Тай еміп жүрген. Күйлері өте керемет. Мынау жаңағы Асқар қара деген былтыр қайырған қысырақ қой, мына шеткі тұрған айғыр соның шетінде. Осы айғырдың алды өспеді. Бұл деген 18 бас, бұл 19 бас бұл айырылған қысырақ еді. Қазір сол 14 болып қалды. Негізі 12 болып қалған, екеуі аман-есендікі қосылып кетті. Сонымен өзіміз кішінде 12 бас айғырмен қосқанда 11 байтал бір айғыр. Бұны бұйырса бір алды бір тегіс қолындағасын айғырды шығарып тастайтын шығармыз. Алды өспегесін болмайды. Астаулар толтырып кетейін деп жатыр, астаға кешегі жылқы келсе. Ауыл жаққа келдім. Мына өткендегі соңғы туатын түйе. Оны күзеп тастадық. Осы түйенің ішіне тағы 1-2 түйе кізедік. Қалған түйелер күзепсіз әлі. Бұлталардың бәрі жатыр. Бұларды әлі далаға шығарған жоқпыз. Мына түйе ерте келіп қалып үйге. Жамырап кетпеу үшін қорада ұстамыз. Бұйырса бір демалыстан кейін мына түйелік өріске кетеміз. Жіберіп тастаймыз. Бұл жаңа негізі өріске кеткен түйелермен бірге 12 бірлері де қайтып келіп тұр ғой. Одан соң арқайғасын кетеді бұйырса. Сосын бізде осындай жаңалық. Сарығашы бұзауға қалған. Бұзауы жас екен тәртең. Кешке ауыл қайда екен. Қора қалып тастадық. Мынау бұзауы. Күбір шамның арасында ұйықтап отыр. Бұл деген негізінде былтыр қыста туылған бұзау ғой. Былтыр ақпан айында туылған бұзау. 25-ші жылы ақпан. Биыл қашып, келесі жыл туу керек. Негізінде. Бір жыл бұрын туыпты. Бір жыл ерте қашып кеткен. Қазір тайынша арасында бар енді. Соң бұзау. Мынаны 2-3 күн қораға ұстаймыз, сосын шығарып жібереміз. Бұзау жас болғасын. Қораға алып қалдық. Қораға алып қалғанда 2-3 күннен бері сиырдың ішінде жоқ еді. Бөлініп қалған бір жерден келді. Кеше құдыққа келіп берген соң айта қалды қалуға. Мүмкін таңертең жіберерміз. Мынау былтыр ана бордақылап сататын қызыл сиырдың бұзауы ғой былтыр. Осымен бүгінгі видео тәмам. Назар салып қараған назар тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Аман сау болыңыздар.